Көрсөтүүбүз давам этеді. Кадырданлар, елімізде сондай тараулар бар. Бұл сол ытыбарлықты, хадаллықты, экономика низамларын терең меңгерүүнү талап этеді. Мамлекеттин турактуулугу, фукаралардын эртеңки күнгө болгон сеними улардын мээнетине байланышлуу экенлигин айне салык тарабында иштебүүчү устаз канегелер, улама жаштарыбыз жакшы түшүнөдү. Әлбетте, бұл тараудағы жастардың әрбірі білім, жауапкершілік һәм жаңа рауажланууларға қарай бір ұмтылмақта деп айтсақ болады. Ұсақында даярланған сюжет бар, біргелікте тамашалаймыз. Мархамат. Бүгінгі күнде еліміздің салық қызметі тарауында жас ынталы қанегелер де аз емес. Олардың арасында салықшылардың жаңа әуләдінің уәкілі Ажинияз Абатов үшін халыққа қызмет ету тек қана кәсіп емес, тұрмыслық таңлау болып табылады. Салық тарауына 2015 жыл жұмысын басладым. Қарақалпақстан Республикасы Шоманай районы мемлекеттік салық инспекциясында камералық қадағалау секторы деген сектор болатын. Сода бас инспектор лауазымына бұйрығым шықты. Арадан 10 жыл өтті. Ең бірінші күнім ел ядымда. Сол өзім Нүкіс қаласына тұрғанмен Шоманай районына басқа районға барып жұмыс істедім. Сол бір жыл қателеспесем, бір жыл 2 айдай сол Шоманай районы салық инспекцияда түрлі лауазымдарда жұмыс істедім. Ең бірінші жұмыс күнім ядымда. Салық бойынша түсініктелеріміз бар еді. Ішіндегі функционал вазифаларды баста істеуде сәл қиналдық, бірақ сол ұстазлар, жас үлкендер, ағаларымыз самес жол көрсетіп, белгіленген вазифаларымызды істеп алып кеттік. Бөлім басымыз Қайрат Жайылғанов ағамыз бар еді. Олам сол Ажияз біздердің функционал вазифамыз осы затларды істейміз. Осы затлар тапсырылды. Ұстазлардың, ағаларымыздың арқасында қойған талаплары, берген маслихатлары нәтижесінде астен-астен жұмысымызды баслап, салық органдарында ең бірінші қадамдарымызды қойдық десем болады. Алдын камералық қадағалау секторында істеген болып, кейін юридик тараптағы қызмет көрсету бөлімінде істеген болсам, сол үшін апай есабатларды салық төлеушілер тарапынан тапсырылатын есабатлардың тапсыруын қадағалаудың өзінде тапсыру өте 20-ші сәнде болатын болса, сол шаны кеште отырып қоңырау етіп тапсырады. Хаммесі электронды ключ арқылы. Тілекке қарсы сол сағат 21:00, 22:00-ден бастап базамыз істемей қатып салық төлеушілер есабатларын тапсыруына қиыншылықтарға душ келетін еді. Бірақ қазір шүкір хаммесі санластырылды. Мен ойлаймын, салық төлеушілер ондай машқалар жоқ. Нүкіс қаласы яки Қарақалпақстан Республикасының қалеген территориясына отырып, қалеген уақытта салық мәжбүриятын орындап, есабатларын 3-4 минутта меніңше есабатларын тапсырып, ондай машқалар қазір жоқ. Жауапкершілік, анықлық, жәмиетке пайдалы болуға ұмтылу Ажинияз Абатовтың жұмыстағы бас қағидасына айланған. Бүгінгі заманауи салық системасы тек мағлұматлар һәм есабатларды жинау емес, іспілермелерге жәрдемлесу, экономиканың рауажлануын қоллап қуатлау, халықпенен бірге істесу екенлігін де атап өтті. Салық төлеушілер қызмет көрсету бойынша интерактив қызметлер аз еді. Бүгінгі күнде 67-ден аслам салық төлеушілерге 67-ден аслам интерактив қызмет көрсетеді. Мысалы үшін алдын инспекцияда уақытымызда бұқаралар кеп, маған иннен шығарып бер, пинофилм тауып бер, қарыздарлық акцверкімді берсе деп ұзын-ұзын нәубетке шығып тұратын. Қазір болса ондай шарт емес. Жеке бұқараларымыздың иелігіндегі объектілер бойынша есептелген жер һәм мал мүлік салығын өзім істеп жатқан уақытта нәубетке тұрып, мен салығым есептеп бердім. Мысалы үшін қолында кадастр тұратын еді, паспорт тұратын еді. Илтимас, мен осы жылға неше сом салық төлейтінім деп ұзын-ұзын нәубет болып тұрады. Қазір ондай емес. Салық мобиль қосымшасы арқылы өзің осы жыл үшін есептелген, өткен жыл үшін салық қарыздарлық алып қойған болатын. Хаммесін біліп, қай жерде болса да һәм төлеу мақсат. Карханалар тарапынан тапсырылған есептауларды талдау қойған уақытта салық органдары да автокамералы дәстүрі енгізілді. Автокамералы дәстүрі, яғни мысалы үшін кархана есабат тапсырды 10 сомға деп, егер сол қате кемшілік болатын болса, кархананың өзіне сізде 10 сом емес 15 сом болу керек деп кархананың өзіне хабар беріп тұрады. Алдын салық органдары почта арқылы хат жіберіп отырады. Қазір кархананың өзі жеке кабинетіне қарап, сондай өзінің кемшіліктерін тураласа болады. Бұл кезегенде келешектегі қолданылған салық тексерулерден яки бір қандай да финанс жарымалардан азат етеді. Әлбетте бұл жүзді кең имканиятлардың бірі деп ойлаймын. Алдын салық органы көпшілік жазалаушы, тексеруші орган деп білетін еді. Қазір ондай емес. Қазір бүгінгі күнде Өзбекстан Республикасы салық комитеті басшылығы, Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасы басшылығы басшылығында салық органдары инсандық салық төлеушілерге жәрдемші, яғни инсандық салық төлеушімен бірге істесеміз.
Жас қанеге жаңа санлы технологияларды белсене өзлестірмекте. Салық қызметі академиясының профессионал тренинглері һәм жойбарларында да қатынасып жатыр. Соның менен бірге Өзбекстан Республикасы салық комитеті һәм Россия Федерациясы федерал салық қызметі арасында қол қойылған келісім шеңберінде Санкт-Петербург қаласындағы федерал салық қызметі жетекшілік һәм бизнес процесслерді басқару академиясына оқуға қатынасып қайтты. Мен ойлаймын, әрқандай салықшы өз үстінде істеп, сол жаңа шығып жатқан парман заңдарды әр күні хабар құралдарына яки сол құқи мәслихатлардан, Lexus сайтларынан оқып үйреніп, меңгеріп, өз үстінде істеп бару керек деп ойлаймын. Өйткені мысалы үшін салық төлеушілер біздерден жаңа пікір алмасып, ұшырасуларда сорап қалады. Мысалы үшін мынандай қарар шыққан екен, соны түсінбей жатыр едік, қандай қылсақ болады деген уақытта біз оларға анық дұрыс жауап беруіміз үшін бірінші нәубетте сол қарарды, низамды өзінен біліп алуымыз керек. Бұл бойынша Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасында қызметкерлер һәмде аймақлық салық инспекция қызметкерлері сол 5-ші күн кемінде сол ярым сағат, 1 сағат сол семинар болып өтеді. Семинарда әр бір салықтағы бөлім уәкілі таса өзгерістерді айтады. Мысалы үшін қосылған құн салығы әкімшілігі бөлім болса, сол 5-ші күні сол бойынша таза әмелге асырылған таза жаңалықтарды, нормаларды басқа салық төлеушіге жеткізеді. Сол жылдың август айының 3-10 август айында Россия Федерациясының Санкт-Петербург қаласында оқып қайттық, семинар оқу болып өтті. Қарақалпақстан Республикасы һәмде басқа Өзбекстан Республикасы Ташкент қаласы уалаятлардан жаңа 40-тан астам салықшылар сол бір апта davomida семинарда болып өтті. Халықаралық салық стандарттары, халықаралық бухгалтерия нормалары һәмде Россия Федерациясының салық қызметіндегі әмелге асырылған жұмысларды біздерге сол жақта Россия федерал салық қызметі органлары тарихіне қанегеле бізге сабақ берді. Сол сабақта көбірек тәжірибе алмасу десек те болады. Оларда мысалы үшін қандай да бір система, механизм іске түсіп кеткен болатын болса, егер соны біздерді де қолдасақ, біздердің салық төлеушілерімізге қолайлық жаратылатын болса, соны тәжірибе алмасып дегенде сол затларды біріп үйленіп келдік. Өзбекстан Республикасы президентінің қарары бар, яғни тұрақтылық рейтинг деген түсінігіміз бар біздерде, яғни салық төлеушілерге рейтинг баллар беріледі. Яғни мысалы үшін 96 балдан жоғары болған салық төлеушілер, бұл дегені салық мәжбүриетлер һәм міндеттемелер толық үлгілі форматта істеп қойған салық төлеушілеріміз айтсақ болады. Яғни ол осы 96 балдан жоғары мысалы үшін 3А категориядағы салық төлеушілерімізге біздерде мысалы үшін апайы салық тексерулер өткерілмейді. Қосылған құн салығының пайда болған кері парық сомасы автоматты бір күнде қайтады. Яғни бұл қошаметлеу десеген болады. Россия Федерациясында ондай түсінік жоқ екен. Біз сол затларды айттық. Ақиқаттан егер істілермен өзінің міндеттемелерін, мәжбүриетлерін үлгілі форматта әмесін істеп қойған болса, келін біз оны тексермейік. Ақиқаттан жаңағыдай бір-екі есап бетілеріне пұлдарын қайтарып беруді жолға қояйық. Сондай мақсатта оларға да ұсыныс қол келді. Ақиқаттан оларым хайран қалды. Оларда ондай жоқ екен. Келешекте оларым осы нәрсені ұсыныс сипатында біздерден жазып алып низамшылығымызға өзгертіс көргіземіз деп өзара келісім пікірлерін білдірді. Сюжетіміз қаһарманның алдағы мақсеті өзінің иелеген кәсібі арқылы мемлекетті күшлі һәм тұрақлы ете тұғын инсанлардың қатарында болып, еліміздің рауажлануына үлес қосу. Біз болса, бұл жолда табыстар тілейміз.